Кейде бауырың қателеседі, кейде ақмақты жасап қояды, кейде ол үшін ұялатын сәттер де болады. Бірақ егер ол сенің бауырың болса, бірден теріс айналма. Өйткені ол әрдайым дұрыс болғандықтан емес, себебі сендерді бір отбасы еткен Алла. Бүгін сен мықтысың, оған қолыңды сос. Ертең көмекті өзінде қажет етуің мүмкін. Бөгде адамдар сатып кетуі мүмкін. Достар жоғалып кетуі мүмкін. Ал бауыр Алла алдында жауап беретін ең жақын адамдардың бірі. Бір күні Алла бізден сұрайды, жақындарымызға қалай қарадық. Сондықтан алдымен демеу бол, кейін кімнің дұрыс екенін анықтарсың.